Үйде өртті болдырмауға себебін тигізетін қарапайым өрт қауіпсіздігі шараларын ұсынамыз. Қосылған электроаспаптарын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Барлық электроаспаптарының ақаусыз болуына көз жеткізіңіз. Әрбір розеткаға электроаспаптарын бір-бірден ғана қосыңыз. Майшамдарды және қандай да бір отты пайдалану кезінде өте абай болыңыз. Сіріңке мен оттықты балалардың қол жетпейтін жерлерінде сақтаңыз. Төсекте ешқашан темекі шекпеңіз және спирттік ішімдікті ішіп, темекі шеккен кезде өте сақ болыңыз. Жылу беру маусымының алдында пештің түтін шығатын мұржасын, түтіндікті және жылу беру пештері мен жүйелердің басқа да бөлшектерін қара күйеден тазартыңыз. Жылу беру маусымында кемінде 2 айда бір рет тазартыңыз. Жылыту пештерін пайдалану кезінде жағылған пештерді қараусыз қалдыруға. Жағуға дайындалған отынды, сондай-ақ басқа да жанғыш заттарды от жағу орнының алдындағы жаймаға қоюға. Қатты отынды пешті жағу үшін жеңіл жанатын және жанармай сұйықтықтарын қолдануға тыйым салынады. Пешті қатты қыздырмаңыз, оған жиһазды және басқа да жанатын заттарды тақап қоймаңыз. Өрт болған жағдайда эвакуациялау кезінде жабық есіктің кілттері әрқашан қолда болу қажет. Өрт шыққанда 101 телефонына қоңырау соғыңыз.